Так, приблизительно артын қойдық. Бұл әкеп қойып жатқанда түсірген жоқпыз, өйткені 3 бала келіп қалғаннан 5-6 бала общий жиналдық та мына артын алып кіріп жалғадық. Енді оның қазір кесілген жерлері мынау өзінің контакт 75 мына жерде кірішкісі болады екен. Так, мынандай. Мына арты мынандай кіретін. Осы жерге кіріледі, тықетіп. Бұның мақсат мына жерде артқы 3 контакт бар, лонжерон жалғайтын жер. Ол жерді мен кескен жоқ, мұны үстінен кигі жібердік мұны. Осыны контактмен ұратын боламыз. Оны чот кесіп тастаған жоқпын. Мына жерлер бәрі по контакт болады. Мынау сәл артта болып тұр. Мына жері зубилеме алған кезде ізіне түспей жатыр. Мына жеріне көрдіңіздер ме? Мына шеттер бәрі солай келгенде екі шеттің закон болып тұр. Мынау үш жағы өлшеп кескенім мына точно болып тұр. Болгарканың размері мына ашық жері. Крышасын қалай алдық? Крышасын былай қараңыздар. Артын осы жерден неден ауысты? И мынадан артқы жағы алды басқа. Крышасын қалай жалғады десеңіздер, мына жері примерно қазір точно болып тұр. Примерно. Мынау кішкене бері қарай келу керек. Соны мен ойлап отырмын, центральный стойканы ар шетте сондай, мынандай размер бар. Центральный стойканы кішкене ар шетке беру керек. Крышасы мына. Мына жерін, короче, севрит еткен жоқпыз. Былайынан мына осылай қылып контактны ұратын боламыз. Бұл крыша целый болып қалатын болады. Крыша құдай қаласа законы ешқай жері майыспады алғанда. Енді ең опаснысы, кассаправтар көріп отқан болса, мынаны былайынан крышаны өзіне қалдыру деген опасно, өйткені көтеріп салып жатқанда былайынан түсіріп, ортадан майысып кетуі мүмкін. Мүмкін, әбден мүмкін. Ар шеттеріне қарай. Примерно оларда тура болып тұр. Приблизительный, короче. Бірақ есіктен по-любому есіктен қазір салатын боламыз. Бір несі? Мынау жері почти что жақсы болып тұр. Мынау шеті кішкене биіктеу болып тұр. Мынау қарағанда биіктеу болып тұр. Клейлерде екі түрлі болады мұны. Американц, европейс сондай. Енді бұл жерде американцың клейсі көп болады деген, жақсы болады. Мына жерде европейс почти клей деген нәрсе жоқ. Кішкентай әшейін щеткамен істелген. Американцда қалың. Европейсте аз, короче, американцда көп па сондай. Бұл шетінде мына контактны ұратын боламыз. Мына шетінде кесіп тастамағанбыз, мына тазалап қойғанбыз, орнына кигізетін боламыз. Біз қазір мынау жері қараңыздар, почти что. Мынаны қарайық. Почти что жоғары жағы теп-текс болып тұр. Енді мынаны қазір есепке алмаған, мына қазір шығып тұр ғой. Мынау түп-түзу болып тұр мына. Беті көрдіңіздер ме? Боковойдан қарағанда. Мына жерінікі граница болып тұр. Биік болып. Бұл жерден көрейік. Былайынан жақындатып. Ол да подлицо мұны. Бетімен бірдей болып тұр мына. Былайын алсақ мына. Арасы двойка электродтай шел болып тұр. Үлкен болғаннан кейін сол болып тұр. Арасын бәрін қойып жабатын боламыз. Так, мынау неге олай болып тұр? Соған түсінбей жатырмыз. Асты солай болып тұр. Түсінеміз ғой. Қазір түсінсіз отыр. Мына іштердің бәрі, короче, келіп тұр. Тек қана мынау мордысына былайынан астын. Зажим қысқанда болған. Ар шетін көрейік. Ар шетін көрейік қазір. Айттым ғой, кішкене мынау былай қарай келу керек. Бер шетті де қазір жоғарыдан қарайтын болсақ, мынау мына жаққа кетіп қалған, мынау бері қарай тұр. Соны екеуін тұрлай жесек. Оны қалай істейміз? Кассаправтар болса, қараңыздар. Мынау бар ғой ножка. Соны аяқтан мына жақтан кішкене ұстап береміз, бірге келеді. Оны тасып қатырмаймыз екеуін. Нормально қатырып қоямыз, қатты емес, ары бары келетін. Сонымен регулировка істейміз болды. Мынаны алып келсек болды, короче. Жоғары жақтар бәрі келеді өз орнына. Оныкі да кішкене мына, көрдіңіздер ме? Келетін орны бар. Мынаны келтіруіміз керек. Есіктен қойып көрейік, көреміз. Білсеңіздер, мұнан қазір зор болып тұр, үлкендеу болып тұр. Бірдей. Мұнаны дәл сондай болып тұр. Асты сәл үлкендеу болып тұр. Кейін қараңыздар, есік астына қарай түсіп кеткен. Есік астына қарай түсіп кеткен. Бірдеңе байқап қалдық. Мұнан жерде болттар босаған екен. Дауай таба. Астына қарай түсірген, алдына қарай түсірген. Мұнан бешет. Соған ар шетін саламыз, қазір көреміз. Не болатын. Соған қарап тірлік істейміз. Так, жоғары жақтары бәрі как положено болып тұр. Жазары шамалы үлкен болып тұр болды. Шамалы. Енді бір нәрседе қорқамыз да бұл нәрседен. Өйткені сваркеден кейін тартады, кейбіреулер тартпайды. Тесіліп кеткен. Жаңа азанда таққан перчатка ғой. Болгаркамен істеген кезде болгарканың защиткасы жоқты алып тастағам. Мына ұрып тесіп тастайды. Защиткасы ане жерде тұр. О жерде. Неге тақпайсың десеңіздер, өше кетті, сол үшін таққан жоқпыз. Енді ар шетіне есігін салып көрейік, көреміз. Есігінің левый часы да зазоры өше үлкен болып тұр, бірдей болып, үлкен болып. Өйткені үстіде сондай бар. Қараңыздар. Мына жер жаңа точно тұрған сияқты еді, үлкен.
Мынаны енді бір-біріне жабыстырамыз. Есігі астына қарай түспейді, жөнді жабылмайды. Мынаның асты да солай болып тұр, сәлдекінде болып тұр. Қараңыздар, мынаны үстіне кішкене тағы алгаркпен ашамыз да әкелеміз бір-біріне. Сонда жаңа мен байқағаным, мұны қалай көрсетеміз оған теңені. Мына бұрын көшкен клесі келу керек, алдына келу керек. Мына жерде мына краскасы мына жерде біткен, мынау үшін мынау келу керек, мына көрдіңіздер ме? Сонда мына жерде айтайын қазір бір 3 мм ма, сондай бір, короче, примерно 3 мм мына жерден кішіреді, қазір мына саусақ лайнап отыр. Қысқасы мына шетіне қысуымыз керек болып тұр, мынанда әкелу керек. И сосын екі шетінде, арғы шетте мынау есігі астына қарай түсіп тұр, бер шетте екеуін тұрлайтын боламыз. Қараңыздар, кәсіп тұр болса, мынаны жаңағыдай не аламыз, домкратмен жайлап әкелеміз. Қазір енді есігін қойып қойдық, есігімен бірге регулировка істейтін боламыз. Жігіттер, бүгінгі күніміз немен тек қана подгонкамен аяқталады. Ертең Құдай қаласа дейік. Мына зазор сәл үлкендеу, сәл көбейміз. Болды астына қарай түсіп тұр, бұны тұрлау жеретін боламыз. Бұны аламыз, астында шын аламыз да, самын тұрлаймыз, короче. Ертеңгі күн тек қана варить етеміз. Короче, мусор болып жатыр. Мынау, короче, ұста болсаңыздар, мынау мусор болып есептеледі. Неге десеңіздер, істеп отқан нәрсе аяқтың астында тұрмау керек. Бірақ менде тұр. Жігіттер, мына қараңыздар. Әңгіме бар ма, жоқ па? Мына. Зазор. О, миятина бар екен мына жерде. Зазор как положено болып тұр. Боковойдан қараймыз. Есіктер бәрі под лицо болып тұр. Белшетші. Белшетті закон болып тұр. Есігі де мощный болып тұр. Мынауның бәрі сочный болып тұр, мына. Егер қараңыздар, мына жерді көрсеткенім жаңа сіздерге 0,5 мм қалды, короче. Так. Ана мына, көрдіңіздер ма? Тырнағым өскенде соның өзінде. Жаңа 3 мм еді. Мына сіздерге бір нәрсе айтайын ба? Шәкең айта береді дейсіздер, мынауны ана бір несі бар ғой. Крышасы. Сол былай қойылған, былай қойылған. Бірақ 3 мм емес. Бұл жерде 1 мм де шықпайды. 1 мм де жоқ, короче. Көрсетсей. Қалай көрсетті? Мына краскасы қараңыздар. Мынау мен мынау екеуінің арасы. 1 мм шықпайды мына. Көрдіңіздер ма? 1 мм деген ол заводта да ары бері қояды. Бірақ бұл қазір мен бұны 1 мм бері әкелу үшін ана зазор қысылып қалады. Керек жоқ. Мынаның бәрі как положено тұр мына. Арасы ашылып, әдемі болып тұр. Мұны контакттарына ұратын боламыз. 1 мм завод болып тұр, жігіттер, завод. 1 мм деп, жарты миллиметр де шықпайды анау. Почти 0 келіп тұр да. Мына 0 келіп тұр деп айтатын болсам, мына 0. Мына жерден анау алдыңғы крышаныкі қойылған. Робот әкеп қояды. Қалай десем болады, елки-палки сендерге. Короче, мынаны айтпай қоя салыңыздар. Неге андаймын? 0 мм, короче. Ой, 0,5 мм де шықпайды. Өйткені ол менің кінәм емес. Көрсетіп тұрмын. Егер менің кінәм болса, оны видеоға түсіріп отырмас едім. Жаңа сіздерге көрсеттім қай жеріне қалай болатын, мына жерін келу керек. Мынаны қанша алдым? Бір болгарканың тасына. Бір болгарканың тасымен өттім, короче. Бір-біріне жабысып тұр еді. Дырылдатып өттім. Мынаны да тура сондай болды. Бір болгарканың несімен өттім. Мұны арасы ашық еді, жабылып қалып, көрдіңіздер ме? Енді осыдан бәрін варить ететін боламыз. Мына. Әне. Көрдіңіздер ме? Әне. Мақтануға келгенде бәрі мақтана береді, жігіттер, бірақ айтайын дегенім четкий болып шықты мына. Енді не дейді? Мақтануға арзиды да. Неге десеңіздер? Көрсетші. iPhone дейді, iPhone-да. Болды. iPhone мақтап жүреді. Так, бер шетін не істейміз? Кішкентай, короче, өзгертеміз. Бірақ мынауны қараңыздар. Болды, арс етсе болып тұреді, мына. Жабылмайды. Мынау одан бетер еді, мынау. Өзі почти жабылып тұр да мына. Бескетін олай жабу үшін қосып атқан жоқпын мына. Жігіттер мына. Direkt терсем де жабылмайды да. Екіншісіне ілінбейді. Осы шетін тұрлаймыз. Бүгінгі жинаймыз. Бүгін 15-і. Бүгін біздің коллегаларымыз бар. Солармен отыратын боламыз. Жеп ішеміз. Менен сұрайды, 70-тес не болып тұр деп. Мен айтамын, мен тұрлап қойған, ват етем деймін, құдай қаласа. Олардан сұраймын, сендер не істеп жатсыңдар дейміз. Олар айтады сонымен. Жігіттер, еркекше айтайын. Мынаны кіші. iPhone өлтірді ғой. Короче, мынау екеуінің сызықтары бұрынғы сызығы. Точ-точ болып тұр ғой. Бұл жерде. Мынау жерде де. Короче, жігіттер, мен өзім ырзам. Не десеңіздер, жұмыстарыңыз зор шыққаннан кейін адам бір көңілі толып қалады ғой. Қазір мынадан бір болгарка береміз. Астынан бір болгарка береміз. Мынау четкий болады, құдай қаласа. Болса мен жинаймыз, құдай қаласа. Бірақ мынау ескі істелген. Пентилялары орнынан қозғалған, екеуі де. Амал жоқ. Қолдан келгенше жігіттер, кейбір машиналар сондай шығып қалады.
Yani именно мынаны істеген жігіттің біз жаман деп айта алмаймыз. Алдын істеген нені да. Өйткені кейбір машинаны жақсы істегенде жақсы шықпайды. Өзімізде де болады, әбден істейміз деп ұрынамыз. Кейбіреуде болмай қалады. Әбден. Сол хозяинға да тартама. Енді хозяинды жаман деп айта алмаймыз. Енді мына машина конкретно шықты. Елки-малки, солки. Жігіттер, айналайын жігіттер. Көрдіңіздер ма? Осылай жігіттер ауыстырып берсеңіздер де болады. Крышасын ше, жаңағыдай. Жалпы мынау крыша артымен бірге келіп кигізіп, стойкаларын былай кеспей ше. Енді бізде вариант болған жоқ, что біз хозяин мына жерден алып келгенде балдармен айтты. Енді мына видеоны көріп жатқан болса, өздері астына комментарияға жазып кетеді. Шәке бізге мынандайын ауыстырып берсей. Мынау нелер бар ғой, стойкалар бәрі бүт-бүтін деді. Сондай салып берсей деді. Мен айттым, жоқ, өйтіп салып бермеймін. Қиындау болса да, өзімнің тірлігім бұрынғы тірлігін істей берейін. Мына жерден ауыстырып беремін дедім. Контакттан алып, мыналарын бәрін по контактын көшіріп бүйтіп. Бүйтіп салып бермеймін дедім да. Короче, мыналарын былайынан кесіп алып келдім ғой, Дубайдан. Былайынан. Солай салып бер деді да. Берді вин номер десеңіздер, оны мынау аш шетінде тұрады. Мына жерден қырқып, былайынан ауыстырып жүруге де болады жігіттер. Просто бұл жерде качество да, не десе, морда жалғанған деп шығады. Мына жерде біреулер, ой, бәрібір көтін жалғап жатсың десе, көтін жалғап жатырмын, дұрыс. Бірақ та мына жердің как положено өзінің герметикасы бар, себетін, соны себіп шығады. Қалай десе себіп шығады. Анда ше, бүтір еткізіп себіп шығады. Мынаның полный варит етілген жерін, құдай қаласа, мына жерін стойка екеуін екен. Полный аккуратно варит етіп, мынаның почти минимальный. Біреулер бес шпаклевка деп мақтанады, бірақ жұмыстарын көреміз. Ондай шықпайды. Бізде бес шпаклевка істейтіндер аз, бірақ істейтін жігіттерге ырзам. Зор. Қазақстанда көбейе берсін, короче. Былай айтқанда, шпаклевкасы істейтін жігіттер, бес шпаклевка істейтін, темір жұмысын сондай түп-түзу жылтыратып шығаратын жігіттер көбейе берсін. Ұсталар көбейсін. Кейін айтайын дегенім, крышаны, мына көтін мына жердің по контактын, екі стойка порогымен қосып. Мына болса, мына жердің по контакт кетеді. Ол ше, анандай көтін былайынан кесіп ауыстыру деген жатпайды мынау. Конкретно қып істеп береміз. Кешегінде TikTok'та көрдік, Грандеуердің тексерісте артыңғы несі стойкасына ішінде варит еткен түкіріп тастаған. Почти етпегенде, сыртын істегенде, іші соңынша тұрса варит еткен. Біз ондай іштерінде аламыз. Бұл жерде бізде Қазақстанда басқаларды алады деген үміттеміз. Ол істелген Кореяда істелген. Кореяда ол машиналар ол үшін велик та. Оларға сәндеп, жаңағыдай ішін не отыруын қажет емес. Тез варит етеді. Краскілеп біз Қазақстанға өзімізге сатып жібереді алдап. Сол үшін жігіттер, не дейміз? Бес жетін тұрлайық. Болғанына қазір тағы бір видео түсіріп көрсетіп өтетін боламыз. Есеге жаңағыдай ғой, міне. Осыны қалай келтіреміз, қазір көрсетіп өтетін боламыз. Астында тағы кішкене алуымыз керек. Астында бар. Короче, міне. Машина зазорда бәрі закон болып тұр. Асты бәрі жабысып тұр. Жоғары жақты ана ашылып тұр. Достып бар. Мына шетінен кішкене екі рет өтіп кеткен екенбіз. Сәл үлкендеу болып тұр. Нормально болып тұр. Зазор бәрі машина болды. Көрдіңіздер ғой? Қалай болады? Өзі жабылып, өзі ашылып отыр. Пылесоска болды, пылесоска. Мынаны бәрін қысатын боламыз. Ертеңге қалды мына. Күн кеш болды. Дағыласа, ертең істейміз. Тек қана ертең варит етеміз. Машинаны қазір түсірейін дейміз. Так, крыша жағы жалғанған жері. Мынау былайынан кетті контактмен. Қазір полный крышаның стойкасы ана жерден, мына жерден жалғанды мына жалғанған жерлері как болады теп-текс болып тұр. Жағына келетін болса, жағы екеуі де тазалап қойдық. Мына перегородкалар 1, 2, 3, 4 заднийнікі келген. Мына 1, 2, 3-і переднікі. Бірақ екеуінікі вообще цветінде де жаңа несі білінбей тұр. Даже мына осы мына крышаға жабысып тұр. Негізі мына ашылып кету керек еді. Соны крыша қоюдан алып тұрылып кеттік. Мына жерде полный өзінің клейсін қалдырдым. Мына жаланған жерлері. Жаңа балдар бір-сыпыра үстінен несін өтті. Короче, клей. Бірақ четкі жерден ауысты. Четкі жерден. Зазорын айтамаймыз енді. Зазор вообще зор болды. Асты жағына түсеміз. Асты жағына түсеміз. Так. Мына. Асты жағы осылай болады. Клей десе, мынау себілген клей. Не мынау жақсы көрінбей жатыр. Себілген клейсі астында как положено болып тұр. Так, мынау жері өзінің несі заводской жері. Мына себілген жері екеуінің ортасы. Бакында қойып тастап. Бак, короче. Түбі бәрі законный болды. Мына өзінің цветінде, короче, бұрынғы цветінде болып тұр. Себілген жері, мына заводской жері, мына себілген жері мына. Ішінде жылтырап тұрғаны болмаса, ішінде енді андай болмайды. Так, машинаны алып шығатын боламыз. Бер шеті де мына по контактын кеткен. Мына зазор зор болды, мына четкий болып. Бер шетінде мына істеп қойдық.
гладко. Мына жерінде кішкене бір екі нәрсесі қалған. Ол грунтовка істесе де толады деп мақтанбайық. Кішкене бәрі осы жерлерге сүртеді. А так мынандай болып шықты. Мощный болып. Айта алмаймыз, короче. Ол машина тек қана мінет сатуға емес. Есіктерде бәрі под лицо болып тұр. Есігі, есігінің крыласы. Вообще машинаның мақтағандай бар. Оны алда біреуге сату емес, тек қана мінеді оны. Осы не алып көрініп жатыр? iPhone дейді. Что-то анық алмай жатыр, мына. Крышаны, короче, жалған кезде вообще волна мына шеттеріне көбінесе түсіп кетеді. Бұда ешқандай волна түгел ештеңе жоқ. Мощный болды. Жалған жерлер мынау есіктер бәрі под лицо болып тұр. Машинаны түсіреміз болды. Бактаны қойып қойдық. Енді тек қана осы несін жалғасақ, үшін ұрын. Мынаны түсіреміз. Не қыласа, артындағысын. Егер от алмаса, от алдырмаймыз. Өйткені мына жерде массалары бар. Масса не алмаса от алмайды ау. Короче, мына клейсінді сүртіп қойдым, мына жерде клейсін. Осы жерден алған болса, осы жерден клейсін сүртіп қойдым. Мынандай болып шығады мына. Бірақ мощный болды, бірақ. Мощный болды. Машинамыз толығымен бітті. Одан кейін келетін машинаны тамашалап кетесіздер. Кобальт бар. Тағы не машина бар еді? Corolla бар. Одан кейін не машина бар еді? Қазір осы естен шығып тұр. Мынау 70-сін шығарғаннан кейін оны кіретін боламыз. Оны шығарып, краскілейтін бөлмеге қоятын боламыз. А так зазор, мазор, лобой, совой бәрі, короче, как положено кетіп тұр, как положено. Заводта қалай болса, солай болып тұр, жігіттер. Так что, қолдап кетесіздер. Лайк басып, өзіміздің елінің Қазақстан жігіттері аман болыңыздар. 2-3 жерінде бар екен, миниатюрасы мына. Есікте бар, екеу. Крышаның 1-2 жерінде бар, багажда бар, 1-2 жерінде. Оны жаңа балдармен көре жатамыз ақылдасып. А так машина четко болып шықты мына.